Достар, бастамас бұрын, Қазақ батырлары каналының авторы Ержан ағама мыңда бір алғыс. Оның каналынан маған мыңда бір адам келген болатын. Сондықтан міндетті түрде төмендегі сілтемемен Қазақ батырлары арнасына кіріп, менің атымнан рахметті жазып кетсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум спорт сүйер қауым, бірге азамат, және бүгін біз осы апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Шавкат Рахмовтың жекпе-жегі не болды? Бола ма? Асу Алмабаевтың болашағы? Жалғас Жұмағұлов UFC октагонына қайта оралуға дайын. Бокстан тағы да бір болашағы айқын чемпионымыз пайда болды. Жәнібек Әлімханұлының қарсыласы тым көп сөйлеп жатыр. Және де кеше өткен UFC Fight Night Сауд Арабиясы. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Кеттік! Достар, біздің арнамыз күннен күнге дамып, көрермендер саны көтеріліп келе жатыр. Арнамызда 3000 көрермен жиналды. Осы үшін сіздерге мыңда бір алғыс. Бұл видеоға да қолдауларыңызды көрсетіп, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен MMA-ден бастайық. Тап кеше ғана UFC Сауд Арабиясындағы алғашқы турнирін өткізді. Бұл турнир басталмас бұрын біраз рет өзгеріп үлгерді. Басты жекпе-жектегі жауынгер ауысып, Хамзат Чимаевтың орнына Икрам Алискеров шықты. Шарабудин Магомедов немесе де жай ғана Шараболиттің қарсыласы қатарынан 2 рет ауысты. Тіпті бұл турнирдің өзі ауысып үлгерді. Ең алдымен бұл UFC ивенті наурызда өтуі керек еді. Алайда, сыбыстарға сенсек, арабтарға сол кездегі карт ұнамаған. Сондықтан турнирді 22 маусымға ауыстырған еді. Осы турнирдегі бізге қызық жекпе-жектерге көшейік. Татар ұлтының жауынгері Ринат Фахретдинов төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Оған қарсы америкалық Николас Далби шыққан еді. Бұл ретте қарсыласы өзін керемет көрсетіп, Ринатқа бүкіл мансабындағы ең ауыр жекпе-жекті берді. Өзінің UFC-дегі 4-ші жеңісіне Ринат төрешілердің жақын шешімімен жетті. Бәлкім, осы жеңістің арқасында жартылай орта салмақтағы рейтингте жоғары көтерілетін шығар. Шараболит UFC-дегі 2-ші жекпе-жегін өткізді. Қарақшы кейпіндегі дағыстандық жауынгер әлемнің үздік лигасында алғаш рет нокаутпен жеңіске жетті. Антонио Траколиге қарсы болған жекпе-жектің 3-ші раундында дәл соққылардың арқасында жеңімпаз атанды. Айтып кететін жайт, Траколи қосалқы жауынгер болып шықты. Себебі Шара Джоэлтон Литербахпен кездесуі керек еді. Алайда қарсыласы допингпен ұсталып қалған. Ал бұған дейін Шара украиндық Игорь Потерямен шығуы тиіс еді. Бірақ болған зат болып, Шара керемет жеңіске жетіп, MMA-дегі рекорды 13-0-ге дейін жетті. Дана Уайттың айтуы бойынша Шара көзінің жарақатына байланысты Америкада жекпе-жектер өткізе алмайды. Сондықтан тамызда өтетін UFC Абу-Даби турнирінде Шарабудин Магомедовты көріп қалуымыз әбден мүмкін. Осы турнирдің басты жекпе-жегінде Роберт Уиттекер мен Хамзат Чимаевтың орнына шыққан Икрам Алискеров кездесті. Көбісі Хабибтің командасындағы жауынгердің күрес арқылы жеңіске жететінін күткен еді. Алайда Роберт Уиттекер Икрамды бірінші раундта нокаутқа түсірді. Дәл осылай өзінің топ жауынгер екенін тағы да бір рет дәлелдеп, тамыз айында өтетін Дрюгос Дюплесси Исраэль Адесanya чемпиондық жекпе-жегінің қосалқы жауынгері болуға келісті. Егер де алдымен Уиттекер Хамзат Чимаевке қарсы жекпе-жек өткізуін еске алсақ, өте маңызды сұрақ пайда болады. Уиттекер Хамзатты да дәл осылай жеңетін беді, әлде борс күресіп, кезекті төрешілердің шешімімен жеңіске жететін беді? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Асу Алмабаев UFC-дегі 3-ші жекпе-жегінде жеңіске жетіп, өзінің топ жауынгер екенін тағы да бір рет дәлелдеді. 61 келіден 57-ге түскен Хосе Джонсонды 3 раунд бойы күресте мыжып, төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жетті. Бұл туралы біз арнайы видеомызда толығымен айтып кеткен едік. Көрмесеңіздер, кіріп қарап кетсеңіздер болады. Сол кезде біз Асу топ 15 рейтингіне кіріп, ары қарай топ 5-тегі қарсыласпен кездесуі керек деген болатынбыз. Алайда UFC Асуды рейтингтеріне қоспады. Ал топ 5-тен шақырған жауынгері Кай Кара Франс жекпе-жекке шақыртудан бас тартып, UFC Австралия турнирінде Стив Эрцегпен кездеседі. Ары қарай Асу үшін не керек? Түсініксіз. Бұл жекпе-жектен Зулфиқар жарақатсыз шықты. Сондықтан бәлкім Абу-Дабиде өтетін 2 турнирдің бірінде жекпе-жек өткізуі әбден мүмкін. Келесі қарсыласы ретінде Асуды Тагир Уламбековке қарсы көргім келеді. Қазіргі сәтте Тагир Уламбеков аса жеңіл салмақ дәрежесінің рейтингінде 13-ші орында алып тұр. Ал егер кезінде Тагир мен Асу арасындағы жекпе-жек болғанын еске алсақ, бұл қарсыластық жаңа деңгейге шығады.
Арғы 2017 жылы Тагир Асолмабаевты техникалық нокаутпен жеңген еді. Сол кезден біршама уақыт өтіп, біраз зат өзгерді. Асу қазір қатарынан 16 жеңіс сериясына келе жатыр. Сондықтан кезіндегі жеңіліс үшін реванш алса, бірден топ 15 рейтингіне кіріп, чемпиондыққа жақын болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Асудың келесі қарсыласы кім болуы керек? Комментарийге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. UFC демекші, Қазақстанның атаңызға айналған MMA жауынгері Жалғас Жұмағұлов әлемнің үздік лигасына қайта оралуды көздеп отыр. Жалғас дәл қазір Американ топ тим залында жаттығып жатыр. Оның айтуынша, кез келген уақытта UFC-де жекпе-жек өткізуге дайын. Сондықтан, ендігі мәселе тек оның менеджері Саят Абдрахманов пен UFC-ге байланысты. Айта кететін жайт, өзінің соңғы жекпе-жегінде Жалғас Алматыда өткен Найза 57 турнирінде америкалық Кливленд Маклиді тізе бүктірді. 3 раундты кездесуде Жұмағұлов төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен. Алайда аяғына жарақат алғасын, ұзақ уақыт бойы өнер көрсетпеді. Ал кезінде UFC-де айқасып жүргенде 1-5 рекордымен шығып кеткен. Бірақ біздің ойымызша әлемнің үздік лигасына тек 2 ғана жекпе-жекте жеңіліс тапты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Жаңарған Жалғас бұл жолы UFC шығын бағындыра ала ма? Өз ойларыңызды қайтадан комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Шавкат Рахмонов біраз күн бұрын Лондон қаласына барып келді. Сол кезде өзінің твиттерінде 27 шілде күні болатын Леон Эдвардс Билал Мұхаммед чемпиондық айқасына баруым керек пе деп оқырмандардан сұраған болатын. Ол жаққа Шавкат не үшін барды деген сұраққа Дартим командасының директоры Бауыржан Удалиев былай жауап берді. Шавкат Лондонға өз жұмыстарымен барған еді. Ол Леон Билал арасындағы жекпе-жекте сақтандырушы жауынгер болмайды, тек көрермен ретінде барады. Өзіне керек британдық визаны жасатуға барды деген екен. Бәлкім Шавкат Леон Билал айқасының жеңімпазымен кездесетін шығар. Сол үшін арнайы октагонға шығып фейс-то-фейс өткізуді көздеп отыр. Сұлтан Заурбек Британияда өткен бокс кешінде қарсыласын бірінші раундтан нокаутқа түсіріп жеңіске жетті. Екінші жартылай жеңіл салмақтағы WBA континенталь белбеуі үшін Заурбек аргентиналық Роман Рейносомен кездесті. 33 жастағы боксшы алғаш рет Европада өнер көрсеткен, ал жекпе-жек бірінші раундта аяқталды. Заурбек қарсыласын 3 рет нокдаунға түсіріп, айқасты тоқтатты. 28 жастағы Заурбектің рекорды 18-0, 13 нокаут. Ол британдық Вассерман боксинг компаниясымен келісімшартқа отырған. Бұл компания Sky Sports пен DAZN тоқтамдарға ие, ал ең танымал боксшысы Крис Юбинг. Заурбектің салмағындағы чемпиондық белбеулерге 4 түрлі боксшы ие. Әзірше ол WBA рейтингінде 5-ші орында, ал IBF тармағы бойынша 12-ші орында орналасқан. Заурбектің үзділіс салмай, әр кезде өнер көрсететінін еске алсақ, бәлкім осы жылдың соңына дейін, немесе де келесі жылы әлем чемпионы белбеуіне қол жеткізетін шығар. Жәнібек Әлімханұлының жекпе-жегіне 2 аптадан көп уақыт қалды. Қазақ стайл дайындығын үзбей, қарқынды жаттығуда. Ал оның қарсыласы Андрей Михайлович сұхбаттар беріп, трэш-токты барынша қолдануда. Өткен аптада Жәнібекті құлатамын деген еді. Енді оның бапкері Айзек Пич үн қақты. Оның айтуынша Жәнібек бұған дейін Михайлович секілді боксшылармен кездеспеген. Тартысты жекпе-жекте Әлімханұлына арнайы тосынсый дайындап жатырмыз деген. Шынымды айтсам, мен үшін бұл сөздер күлкімді келтіреді. Егерде Андрейдің қарсыластарына көз жүгірсек, арасында чемпиондық түгіл, үміткерлік жекпе-жектерге жеткен ешкім жоқ. Арнайы әкелінген бразилдік таксистер мен даяшыларды ұрып, мәз болған Михайлович пен оның командасын Жәнібек қиналмай ұтады деп ойлаймын. Тіпті бұл кездесу 5-ші немесе 6-ші раундтарға жетпейді де. Соңында футбол туралы біраз әңгіме қозғайық. Қазіргі сәтте барлығының назары Европа чемпионатында. Алайда Қазақстан футболы да жаңалықтарға өз лебін қосып қояды. Осы аптада Қазақстан кубогының финалистері анықталды. Ақтық мәреде 2 Батыс Қазақстанның командасы өнер көрсетеді. Атырау футбол клубы Тобылға қарсы шығып, алғашқы ойында 1-0 есебімен жеңіліс тапқан. Бірақ жауапты ойында Тобыл командасын 4-0 есебімен ойсырата жеңіп, финалға жолдама алды. Ал Ақтөбе семейлік Елімай командасын жалпы 3-2 есебімен жеңді. Жауапты ойында бірнеше рет ойыншылар арасында қақтығыстар орын алды. Дегенмен финалда Ақтөбе мен Атырау кездеседі. Бұл ойын 29 қыркүйек күні Ақтөбенің Қобыланды Батыр атындағы стадионында өтеді. Жеңіске жеткен команда келесі жылы Европа лигасында өнер көрсетеді. Менің ойымша, бұл жерде Ақтөбе үлкен фаворит. Тұрақты ойыны болмаса да, ойыншылардың шеберлігі тым жоғары деңгейде. Сондықтан Атырау командасының басым түсуі керек. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарий жазып, осы видеомен достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.